Ассаламу алейкум рахматулла. Бекжан, оны беру керек, наоборот. Мына жұмыртқа толы сезон жақындайды ғой. Сондай мезгілде біз 15 күн бұрын уже премикстер бере бастаймыз. Ана кәдімгі рябушка, забадурма, не зат сондай бар ғой, разный жаңа тауықтарға беретін премикстер бар ғой, жұмыртқасының жаңа жылтығын жақсартады ішіндегі. Сосын витаминдер көп оның ішінде неше түрлі. Соны жесе ол өзіне тоже жаңа біз неше түрлі нәрсені нелерді беріп жатырық қой, еще жаңа кеше айттық, прожорочный жемдерді береміз, жалпы АСТ-2-ні береміз, жалпы сөйтіп сондайдың бәрін беріп келіп, еще мынау плюс тағы да бересің ғой. Сонда сенің қазың толыққанды витаминге толысып жүреді. В общем, ондай қаз уже өзінің жұмыртқасына да толыққанды витамин салады. Сол себепті бұларды неделісіне жалпы 1-2 рет беріп тұрсаң жарайды. Өз басым сол неделісіне 2 реттей беремін. Жемін салам ғой, кәдімгі пророщенка дейтін өсірілген жем ғой, жаңағыдай. Анандай басы бидай сияқты болып кәдімгі жапырақ болып өсіп кетпейді. Мен 2-3 күн ұстаймын, 2-3 күнде ол қылтиып басы ағарып 1 сантиметр емес, 0,5 сантиметр емес, сондай болады кәдімгі. Кейбіреулер енді 1 сантиметрге де жетіп қалуы мүмкін басының ұзындығы. Вот сондай болып жатырған мезгілде жаңа сол жемдерді құстарыма өзімнің саламда, өздерінің, менікі енді сарай болып бөлек-бөлек болып тұрады бәрі. 3 құстан болып жаңа, 1 еркек 2 ұрғаштан тұрады барлығы. Вот солардың өздерінің жейтін жемдерін саласында количествосын, соның үстіне жаңағын сеуіп тастаймын. Көп емес ондай, например, 1-2 қасық деген сияқты себем кішкентай қасықпен. Сол оларға сол достаточно. Жемін жеп отырғанда жаңағы витаминдерді қосып жейді ғой. Содан олардың витаминдері жетеді ішіне. Енді толыққанды нетеді ғой, сонда алады өзіне керекті витаминдерді. Сосын ертеңгі күні жұмыс жасауда бәрі де жақсы шығарады. Беріп тұрыңдар, керек нәрсе ол. Неделісіне 2 рет берсең жеткілікті. Баука, сен бұларды соңынан алып келіп едің не? Қай жақтан алып келіп едің? Жалпы жылы жақтан алып келген жоқсың ба? Жылы жақта негізі көбінде жұмыртқа туыпсады ғой көбінкі. Сондай болып жүрмесе деген ғой. Егерде олай емес, өзім бақтым, күзден бері білемін десең, тумай жатырған болса, енді бір өздерің бір сондай несі шығар енді. Сосын негізі пропойкалар жасау керек, светтер жағу керек. Светтер жақсаң да бірыңғай туады деп негізі айттық қой. Өз басымызда оны биыл да дәлелдедік. Светті жағып қоясың кештен бастап, түнгі 11-ге дейін жағып қой. Сонда қаздар кішкене бірыңғай туады, барлығы бір шамада туады. Менікінің сол ортасы 1,7-те сол аяғына дейін почти қосылды. Енді бір 4-еу емес, сондай жүр. Олардың да ішінен 1-еу туған сияқты бүгін. Сол енді бір 2-3 қаз тумаған шығар әлі. Басқалар основном туып кетті, орталар жақын кәдімгі. Егерде қашық созылып ататын болса, ол да бір шашат жібереді. Анау туған жоқ, мынау туған жоқ деп жүргенің жұмыртқасы жиналады жаңағыдай. Бірыңғай туып кетсе, кішкене жұмыртқа жинау оңай болады сізге. Сондықтан световой денінде көбейтіңіздер. Ол бәрі влиять етеді, өзінкін жасайды бәрі қалай болғанда. Сондықтан световой денді көбейт, пропойкалар бер, егерде тумай жатса АСТ-2, еселен соларды бершеш. Біздің өзіміздің YouTube каналда соның бәрі түсірілген ғой, бәрі толыққанды айтылған кәдімгі түсіндіріп. Сондықтан бір видеоны ашып соларды көрсеш, егерде ссылкасы жоқ болса тағы да жіберейік YouTube каналдың. Соның ішінде 30-дан асама нелер бар, түсірілген роликтер бар. Соның ішінде осы тақырыптарда бар, бәрін ашып қараңдар шеш, соның бәрі тұр. Баука, дұрыс қой, 12 қаз болса, енді 12 қаздан 6-ау или 5-ау алсаң, значит, пока біреу тумай жүр деген сөз. Или жалпы олар бірінші бастаған кезде негізі 3-4 күнде бір туатын болады. Сондай да болады кейбіреулері. Кейбіреулері сразу бастайды кәдімгі через денге, солай кетеді. Бір қаздар 3-4 күн сондай бір күні тумайды да, жалпы 2-ші күні тумайды, 3-ші күні туып қалады, или 3-ші күні тумаса 4-ші күні туады, сондай болады. Жалпы ондай қаздар кездесіп жүр өздерімізде. Жалпы Атыраудан болсаңыз, сіз асықпаңыз балапанға әлі. Апрельде алып керек емес негізі. Майда алған, ең жақсы алған балапандар сол майда алғандар. Атырау енді майда жылы болады, біз өз басымыз апрельде де шығарып алып жүріп оның астында. Апрельдің сол былтыр менде 4-інде шықты деймін, ең бірінші биыл апрельдің 1-інде, марттың 16-сында мен салып жатырмыз, значит апрельдің 16-сында шығады деген сөз ғой, Алла бұйыртса. Сондықтан пока кішкене ертелеу. Асығыстық жоқ, майдың басында шыққан балапандар жақсы болады негізі. Көкшепке как раз түсесің, сосын күн жылылау болады. Енді түнде свет қосасың да тұрған жеріне, күндіз уже қоспайсың. Сондай кішкене экономны болады. Апрельде шығарып кеткен балапандар болса, сен басынан бастап күндізде де светтің астында ұстауың керек оларды.
Сондықтан кішкене неден ұтыласың ғой деген ғой. Финанс кетеді ғой деген кішкене көп кетпес енді, но бірақ енді сонда да бәрі тоңдырып алуың бар, анауың бар, мынауың бар, сондаймен кішкене проблемалар болады ғой. Майда алған вывод жақсы. Сіздерде енді Оралдан әкеліп сататындар бар, или тағы басқалар бар. Сондай жерден алу керек қой жалпы. Бір таза дұрыс ұстаған адамдардан алу керек. Майлардың басында шығатындай қылып жасайтын шығармыз сол кезге. Ассалаумағалейкум рахматулла. Дулат, қалайсың, жағдай қалай? Жалпы қаздарың жақсы жемді жеп тұрған болса, болады семіртуге. Бидай, сол дробленый жүгері қоспасаң, жүгерін енді бұлай жемейді, бірақ бидайдың өзі де жақсы көтереді негізі. Бидай жақсы жейді олар. Сол қазір қайтадан жем жейтін неге кірісті олар. Жұмыртқа туып бастады. Енді қазір семіртіп не істейсің, жұмыртқа туып болғасын болмаса сен. Енді еркектер болатын болса, еркектерді отделить етсе, еркектер қатты көп семіре қоймайды. Ұрғашылар поправить етіледі, бірақ еркектер қазір жұмыс жасап жатса, олардың ойлары тек сол ғой. Жұмыстарында жүреді. Сондықтан көп семіре бермейді. Или отдельно бөліп тастауың керек вообще. Сондай нәрсе. Ата ұрғашылар семіреді. Жақсы жем жесе семіреді ол негізі. Ондай қатты бір арық болып кетеді деп ойламаймын өз басымда. Дұрыс қыс бойда жақсы жемде тұрған болса, өзін өзі жоғалтпайды. Қысқа дейтін жоқ дегенде қазір 2 ел маймен кіреді ғой негізі. Или жоқ дегенде 1 ел маймен. Вот сол 1 ел май болса, ол ішіндегі май жоқ болады. 2 ел май болатын болса, жемді кішкене нормамен беріп жатсаң, енді 1 елден сәл төмендеуге түсуі мүмкін. Сондай нәрсе. Басы ноябрьдің басында жиналғанда, соңы декабрьдің аяғы, ноябрьдің басы мен декабрь почти енді 1 айға жақын, 2 айға жақын туып тұр ғой. Вот сол 2 айға жақын туғанда бас жағындағы жұмыртқалар кетеді деген сөз ғой негізі. 1 ай енді инкубация жасауға, енді 2 айда енді өз басыма айта алмаймын енді. Ол бас жағындағылар кеткен шығар. Бәлкім номерация жасамаған шығар, қай жұмыртқалар кеткенін көру үшін. Қаншалықты көп тұрса, қаншалықты шықпай қалатын, соң бәрін тексеру үшін негізі осындайларды тексеру керек еді. Бірақ енді бәрі 1 айлықтар болды ғой енді. Солар шықты, негізі соңғы жағы емес, бәрі шыққан, ол 1 айлық деді. Негізі көп сақтаған жалпы дұрыс емес. Енді 1 ай тұрып қалса, енді сондай бір инкубатор жоқ болып, тағы бір қателіктермен тұрып қалса, енді болады ғой инкубация жасау өзіңдік болса. Бірақ бір жерден не үшін сатып алып керек емес 1 айлықтарды. Шама келсе негізі ең әрі кетсе 15 күн ғой, сол сондайды алған жақсы ғой. Бақтияр, ерте шағылысқан негізі дұрыс емес. Енді жыл жақтар болса, жер көгеріп сөйтіп кетіп жатса, енді онда простейтін. Бірақ енді құры жұмыртқадан 15 деген енді 30% қой енді. 30% енді ол аз негізі. Потому что өзінің уақыт емес. Ұрғаш ағаздар туғанмен де еркектері дұрыс жұмыс жасамайды ол кезде. Полный рост жұмыс жасамайды. Сол себепті оплот аз болады ода. Енді өзінің уақытысы негізі қазір марттың басы, февральдың соңы, марттың басы өзінің уақытысы болады еркектің. Вот сол кезде олар жақсы жұмыс жасай бастайды. Сол кезде оплоттар кішкене көтеріледі. Ето бірінші партиялар салынған инкубацияға, олардың кішкене оплоттары шамалауға сәл. Содан кейінгі партиялар көтеріле береді, жайлап көтеріледі сөйтіп. Жалпы осы группада шығарып тастаған Оралдың да жігіттері бар өзімізден. Уже 2-ші партия шығарып жатыр олар. 1-ші партия шықты оларда, уже 2-ші партия шығып болды, по-моему. 3-ші партия шығайын деп жатыр енді ол жігітте. Бірақ енді оплот аз болды. 1-ші партияда вообще аз болды. 2-ші партия кішкене көтерілді. 3-ші партия сәл тағы да көтеріліп жатыр. Сөйтіп көтеріліп жатыр. Негізі бірақ ерте туған керек емес. Марттың басы туса сол жақсы уақыт. Өзі жалпы солай ғой, ерте туып кеткендерді жаңағыдай салқынға шығармасаң олар тоқтамайды. Сол жерде ұстауға болмайды. Салқынға шығарасың, кішкене өзінің тұратын жерлерін ауыстырсаң, сондай нәрселер жасасаң, тууды тоқтатады олар. Содан кейін өзінің уақытысында пропойка жасап, осы уақыттарда туғызған жақсы ол. Бақтияр, жақсы уақыт сенікі, сол февральдың аяқ жағы, марттың басы жақсы уақыт. Потому что күздегі туған жұмыртқаны негізі инкубация жасап керек емес. Оны маған инкубация жасауға себеп болған бір адам просто
Россияда құс ұстайды, вот соның нелер қаздары 15 шақты жұмыртқа туып тастайды. Соны алып ол енді все-таки енді қалмагөрдің жұмыртқасы қалмагөр ұстайды ол. Қалмагөрдің жұмыртқасын лақтыруға қимадым дейді, жеп қоюға. Сөйтіп инкубация жасадым дейді. 15 жұмыртқаның ішінен тек қана екеуінде ғана оплод болды дейді, 2 балапан шығады. Ең соңында сол 2 балапанды үйінде бағады ғой, короче, бірінші бас жағында. Содан кейін үйде шыдатпайды ғой, енді еш шыға бастайды. Сосын қораға апарады, қораға апарса жылу дұрыстап бере алмайды қасқа. Алар шөп жеу керек, шөп те жоқ, үйлестіре алмайды. Витамин берсе де бәрі ала алмайды. Ол өзінің уақытында шықпаған балапан бәрі ала алмайды. Жылы уақытта шықса, шөпке іліксе жақсы кетеді. Витамин берсең тез өсіп кетеді. Өзінің уақыты ғой. Мына жерде сен нарушение жасап тұрсың ғой, короче. Қаздар туды, сен инкубация жасадың, шығарып алдың, өзің уақыт емес. Олар өсе алмай жатыр. Артынан 2 айлық кезінде көрсетеді. Екеуі бір-бірінің жүнін жұлып сөйтіп жүреді. Одан кейін, короче, сол кезде айтатын, мана екеуі де вообще 1 айда беретін салмақты бере алмайды ғой, 2 айда. Содан артынан 5 айлық кезінде көрсетеді, біреу өліп қалды дейді, короче, ақыры. Екіншісі өскен, бірақ біздің, короче, 2 айлық балапан сияқты болып тұр. 5 айлық кезінде біздің 2 айлық балапаннан кішкентай болып тұр, дұрыс өсе алмаған. Былай қарағанда қазды қорғылу деген сөз де ол. Сондықтан ондай кезде инкубация жасамай қойыңдар, керегі жоқ негізі. Декабрь болса, енді допустимо, декабрь, январда шығады ғой, енді жарайды, жақсы допустимо. Бірақ та ноябрлерде шығарып керек емес. Ол өте салқын уақытқа түседі, тем более қыстың ішіне кіреді сөйтіп барып. Сондықтан негізі инкубация жасамаған жақсы ондай уақытта. Мақсат ондай болады. Менде бір жылы сондай бір өзі сондай қаз болды. Бір үйден алған өзімізді, үй жақтан. Вот сол күзде туатын болды. Содан кейін 15 жұмыртқадай туып тастайды. Ол кезде инкубация жасамаймыз, оны алып жеп қоямыз түгелмен. Сосын қыста қайтадан туады. Сосын апрельдің 20-сында жатады да, майдың 20-сында балапан шығаратын болды. Сол кезде жалпы ол марттарда бастап туады деймін. Сосын апрельдің 20-сына дейін туып келеді, тағы тоже 25-тей жұмыртқа туады. Сол соңғы жұмыртқаларын өзіне бересің ғой, шым жинап. Сол 2 рет туып жүрді. Сол хозяйствода мен осыдан бір 2 жыл бұрын тағы да бір балапан алдым, бір ұрғашы қаз алдым. Сол қазды жаңағы қазға ұқсас ұсқыны, соның породы сол деймін. Сол қаз менде бірінші жылы 1 рет туды, бірақ екінші жылы ұстағанда 3 рет туды, короче. Бірінші күзде бастады, тоқтап қалды. Содан кейін қыста январда бастады, қайтадан тоқтады, короче. Екеуінде туғанда 15-15 жұмыртқадан туды, екеуінде де. Екеуінде де дымдап болған жоқ. Мен соны әдейі көрдім, күзде инкубацияға салып көрейінші деп, күздегіні. Салдым, бірде-бір өнді оплод жоқ. Қыстағыны салдым, январда уже нетіп жүрді, аталықтар жұмыс жасап жүрді оған. Бірақ сонда да январдағы жұмыртқасы да бірде-бір оплод болған жоқ. Мен қорқа бастадым сол кезде, мынау не болып кетті деп. 3-ші рет содан қайтадан туды. 3-ші рет туған жұмыртқасының бәрі оплод болды түгелдей. Сонда бір сезонда 3 рет туып шықты сол қаз. Бірақ басқа қаз бәрі ондай емес, басқа қаздар бәрі 1 рет қана туды. Анау 3 рет туды. Сол қаз енді былтыр сойылып кетті. Былай жақсы наседка, жақсы қаз еді, өзі бір жуас. Сол кетті сойылып, в общем. Өзімнің мына биылғы шыққан балапандардан уақ болып қалды ғой. Бірақ оның өзі жақсы, еркек қаз, ұрғашы қаздың өзі 4 килограмм 901 деңе берді. 500-ге жақын ғой, почти 5 килоға жақын берді ғой, ол қаздың өзі. Ұрғашы қаз ғой, былай қарасаң. Сондықтан енді өзімдікілер сол поместар әрі болғандықтан сол өзім сөйтіп шештім, енді бұларды ұстамайым, бұлар уақыт деп, мен үшін деп. Сөйтіп сойып жібердім. Сол 3 рет туды ал. Бірақ бастапқы екеуінде бірде-бір өнді оплод болған жоқ. Мәке, рахмет. Мәке, ол просто практика ғой, өзіміздің қолдан өткен практикалар. Мен жалпы 9 жылдай болды қаз асырап қатырғама. Сол әр нәрсені өзің жайлап рет-ретімен үйренесің ғой. Бір жерде қате кетеді, бір жерде жақсы шығады. Сондайларды жинақтайсың, әркімнен сұрағаның бар, жиғаның бар. Бізде бәрін біліп туған жоқпыз ғой. Әркімнен сұрастырып, әр жақтан сұрастырып, сөйтіп білгенді жинап жүресің өзіңе. Содан жиналған азынаулық енді білім десе болады ғой. Сол ортаға салып отырамыз, осылай өзіміздің білгенімізді қолдан келгенше айтып отырамыз, аянбай. Пайдаларыңа жалпы нелеріңе ассын, іс-әрекеттеріңде сол нәрселер, соның пайдасын көріңдер, жемісін көріңдер, иншалла.
Қазір Бақтияр ініміз де жақсы айтады бұл мәселеде. Ол да естіген, өзінің білгені ғой. Бекарыс та жақсы айтады, осы жерде інім бар, ол да сол естіп, қазір көп нәрсені үйреніп жүр ғой. Сол сіздер де ертеңгі күні осылай айтатын боласыздар, басқаларға көмектесетін боласыздар, иншалла. Жалпы группаның көмегі осы ғой. Өзіміз группада бірталай нәрсе айту, көп нәрселерге септік дейді ғой, ана группада, мына группада деген сияқты. Бірақ өзіме ұнайтын группа негізі осы группа, қазіргі күні қаз группасы. Кішкене активный, жақсы сұрақтар қояды, сондай группа.